Сәлем достар, сіздермен бірге мен Альбина. Бүгін мен сіздермен күнделікті дайындауға болатын ең қарапайым әрі өте дәмді салаттың рецептімен бөлісетін боламын. Ол үшін бізге қызанақ, жұмыртқа, колбаса және ірімшік сыр керек болады. Барлығын видеода көргендеріңіздей ұзынша пішінде турап аласыздар. Достар, міндетті түрде жасап көріңіздер, себебі өте дәмді әрі өте тойымды, керемет болып шығады. Әрі дайындалуы да өте оңай, әрі қарапайым. Егер үйіңізде колбаса мен сыр болмаса, орнына қарапайым қиярды пайдалансаңыздар да болады. Қияр мен жүгеріні қоссаңыздар да болады. Өте қарапайым, үйдегі бар заттардан да жасай бересіздер. Осылай барлығын ұзынша етіп турап аламыз. Достар, егер сізге мен видеоларым ұнаса, міндетті түрде каналға жазылып, қазақша контентті қолдап, лайк басып, комментарий қалдырып отырыңыздар. Және де қоңырауша белгісін басуды ұмытып кетпеңіздер, себебі менің салған әрбір жаңа видеом сізге бірінші болып ссылкасы барып тұратын болады. Міндетті түрде каналға тіркеліңіздер. Бұл жерде салатты мен тек бір қойғанға ғана жасадым. Егер сіздерге үйлеріңізге көп қонақ келіп, тағы да көбірек жасау керек болса, қажетті заттардың мөлшерін көбейтсеңіздер де болады. Осылай көріп тұрғандарыңыздай барлығын турап болғаннан кейін майонезбен араластырамыз. 2 ас қасық майонез қосамыз және де шым-шым татымына қарай тұз салып, жақсылап араластырамыз. Тіпті кішкентай балалардың өзі өте сүйсініп, жақсы көріп жейді. Жасап көріңіздер. Осылай барлығын жақсылап араластырып болғаннан кейін тарелкаларға салып, дастарханға ұсына қоясыз. Осымен біздің салатымыз дайын. Видеоның соңына дейін көріп, менімен бірге болғандарыңызға үлкен рахмет. Астарыңыз дәмді болсын. Каналға жазылып, лайк басып, тіркеліп отырыңыздар.